Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге құлақ ауруы және оны үй жағдайында емдеудің нәтижелі әдістерімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Адамның құлағы күрделі және функционалды орган. Есту қарым-қатынас үшін маңызды сезім. Бірақ біз оны көбінесе нашарлағанда немесе мүлде жоғалтқанда ғана білеміз. Құлақ ауруын емдемес бұрын ең алдымен ауруға баға береміз. Себебі қай жері, қалай неден ауырып тұрғанын анықтап алу маңызды. Құлақ 3 түрлі бөліктен тұрады: ішкі, ортаңғы және сыртқы. Сыртқы бөлігі ауырып тұрса, оны табу сізге оңайға соғады. Яғни, бірдеңе шыққан болса, не шаққан болса, ол көзге көрінеді. Аллергия болса, сырты қызара бөртіп тұрады. Ортаңғы бөлік — бұл есту барабаны мен кеңсірік арасындағы жалғамалы тамырлар. Ортаңғы бөлік сыр бергенде температура көтеріліп, құлақ асты бездері ісіп, жартылай естімей қаласыз. Кейде құлақтан құлықты ағады. Ал ішкі бөлік ауырған кезде есту бөлігі толығымен жабылып қалады. Ішкі құлақ ауруының асқынуы өте қауіпті. Мұндай жағдайда жүрек айнуы, бас айналуы орын алады. Құлақ ауырған кезде адамдардың көпшілігі бірінші кезекте халықтық емдеу әдістерін пайдаланады. Кейде олар көмектеседі, әсіресе ауырсынудың себебі нақты белгілі болса. Бірақ кейбір жағдайларда құлаққа арналған халықтық құралдары өз бетіңізше қолдана отырып, ауыр асқынуларды тудыруы мүмкін. Сондықтан, егер ешқандай себепсіз өткір қатты ауырсыну пайда болса, дәрігерге бару керек. Бірақ егер гипотермиядан немесе тұмаудан кейін құлақ ауырса, үйде емделуге тырысуға болады. Құлақты халықтық емдеу әдістерімен емдеудің ең танымал дәлелденген әдістері: жылы май компрессі, гипотермияда және суық тиюге тамаша ем. Зәйтүн немесе кәдімгі күнбағыс майын су ваннасында қыздырып, 3-6 тамшы тамызып, мақта тампонын қойып, құлақты жылы орап түнде қалдырыңыз. Бал қосылған пияз — отитке қарсы тамаша құрал. Ол керемет қызады, қабынуды тез жояды, патогендік бактерияларды жояды. Жаңа сығылған пияз шырынын араның балымен бірде-бір араластырып, ауырған құлаққа күніне 2-3 рет тамызады. 6 жастан асқан балаларға да қолдануға болады. Лаур жапырағының қайнатпасы сыртқы және ішкі жағынан да қолдануға болады. Ол қан тамырларын тамаша тазартады, қабынуды жеңілдетеді, қан айналымын жақсартады. 1 стакан суда 5 қасық лавр жапырағын 10 минут қайнатыңыз. Содан кейін 2-3 сағатқа қалдырыңыз. Әр құлаққа 5-8 тамшы тамызып, таңертең және кешке аз қасықтан ішуге болады. Емдеу курсы 2-3 апта. Емшек сүті. Кейбір зерттеулер емшек сүтінің микробқа қарсы қасиеттері бар екенін және балалар мен ересектерге де пайдалы екенін көрсетті. Ғалымдар әр құлаққа емшек сүтінің бірнеше тамысын тамызуға кеңес береді. Және қажет болған жағдайда процедураны бірнеше сағат сайын ауырсыну симптомы басылғанша қайталаңыз. Достар, ауырмаңыздар, ем болсын. Видео сізге пайдалы болған болса, каналыма жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.